сәлеметсіздер ме? Қазір бізде әдебиеттік оқу. Бүгінгі видеосабақты жүргізетін мен Құттымұрат Папалзия. Видеосабақтың тақырыбы көлеңкелер еліндегі оқиға. Балалар, көңіл-күйіміз қалай? Бүгінгі сабаққа дайынбыз ба? Сабағымызды мына өлең шумақтарымен бастайық. Менің артымнан қайталаңдар. Ашық аспан болсын, әр күніміз біздің сәттілікке толсын. Бүгінгі сабақ сәтті өтіп, жақсы баға көп болсын. Жарайсыңдар. Өткен сабағымызда жедел сұрақ әдісін пайдалана отырып, есімізге түсірейік. Мен сұрақ қоямын, сендер жауап бересіңдер. Күн райын қалай анықтайды? Күн райын анықтайтын қандай байырғы әдістерді білесің? Диктор деген кім? Құралай шығармасының авторы кім? Құралай шығармасы не туралы? Көген деген не? Періште деген кім? Метеор жерсерік деген не? Тамаша, жарайсыңдар оқушылар. Балалар, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымызды анықтамас бұрын тақтаға назар аударайық. Тақтада тұрған жұмбақтың жауабы арқылы біз бүгінгі біздің жаңа тақырыбымызды анықтайтын боламыз. Соңыңнан қалмайды, тоқтасаң тоқтайды. Үйге іздеп бармайды, тығылсаң таппайды. Жауабы не? Дұрыс, көлеңке. Яғни біздің бүгінгі жаңа тақырыбымыз көлеңкеге байланысты болады. Жаңа тақырыбымыз көлеңкелер еліндегі оқиға деп аталады. Оқушылар, тақтадағы суретке назар аударыңдар. Сурет бойынша өз ойларыңнан мультфильм, ертегі құрап әңгімелеңдер. Құрастырған ертегілеріңдегі кейіпкерлерге ат қойып, ат табыңдар. Тамаша, жарайсыңдар оқушылар. Ал енді барлығымыз орнымыздан тұрып, сергіту жаттығуын орындаймыз. Оқушылар, қазір біз ұйғыр халқының сатылған көлеңке атты ертегісімен танысатын боламыз. Бұл ертегіні аударған Әсия Біржанқызы. Әсия Біржанқызы туралы естігендерің бар ма? Орынбаева Әсия Біржанқызы 1956 жылы 5 қыркүйекте бұрынғы Көкшетау облысы Қызылтау ауданы Күрлеуіт ауылында дүниеге келген. 1973 жылы 10 жылдық мектепті тәмамдағаннан кейін еңбек жолын мектепте ұзартылған күні тобының мұғалімі, аудандық Қызылту және Красное Знамя газетінде аудармашы болып бастаған. ның журналистика факультетін сырттай бітірген. 1987 жылдан баспа саласына республикалық мектеп, жеті жарғы экономика, Қазақ-Орыс баспаларында редактор болып келеді. Аударма саласында да тәжірибесі мол. Қазақстан Республикасы Жазушылар одағының мүшесі, Назерке және Қызғаныш атты 2 кітабы жарық көрген. Аудармашымен таныстық, ал енді ертегіні оқуға кірісейік. Ертегіні мұқият, көңіл қойып оқимыз. Ертегіде кезіккен түсініксіз сөздер бойынша сөздік жұмысын жасайық. Азаттық, қателік, мұралық, игілік ету деген мағынаны білдіреді. Есімізде сақтаймыз. Оқушылар, ертегі мазмұнын мана өзіміз құрастырған ертегімен салыстырып көріңдерші. Қандай ұқсастықтар болды? Сен құрастырған ертегіде көлеңке сату деген тіркес болды ма? Тамаша, жарайсыңдар оқушылар. Ал енді ертегідегі кейіпкерлердің диалогын рөлге бөліп оқиық. Рөлге Азамат пен Арай бөліп оқиды. Тамаша, жарайсыңдар. Ал енді балалар тақтаға назар аударайық. Кестедегі жоспардың ретін анықтап көрейік. Шығарманың құрылымын түсіндірейік. Мұқият қарайық. Тамаша, оқушылар, жарайсыңдар. Балалар, мұқият ойланып көрейікші. Қазіргі таңда нені сатуға болады? Тақтадағы сөздерге назар аударыңдар. Тақтадағы сөздердің қайсысын сатуға болады? Күннің жылуын, күннің жарығын, жаңа ойды, идеяны, желді, көлеңкені, өнерді қайсысын сатуға болады? Және де не себепті екенін дәлелдеңдер. Өте жақсы оқушылар, жарайсыңдар. Ал енді оқушылар, қорытындылайық.
Балалар, осыдан кейін Саранбай қандай қорытынды шығаруы мүмкін? Тамаша, жарайсыңдар. Ал енді қазір біз пікір қағаз атты әдісті пайдаланамыз. Қазір сендерге екі түрлі түске боялған қима қағаздар таратып беремін. Оның сол жақ қызғылт жағына бүгінгі сабақта тиімсіз деп есептеген әдіс-тәсілдерді, мүлдем керек емес деген білімдерді жазасыңдар. Ал оң жақ көк жағына керісінше сендерге ұнаған, қызықты болған әдістерді, білімдеріңді жазасыңдар. Жарайсыңдар. Балалар, қазір сендерге үш түрлі түсті кәмпит таратамын. Бүгінгі сабақты өте жақсы деңгейде өтті, қызықты болды деп есептесеңдер, жасыл түсті, егерде сабақ ортаншы деңгейде өтті деп есептесеңдер, сары, егерде сендерге сабақ мүлде ұнамаған болса, қызықсыз өтті деп есептесеңдер, қызыл түсті кәмпитті алып, себетке саласыңдар. Мен сол бойынша қараймын. Жарайсыңдар оқушылар, рахмет. Үйге тапсырма 56-шы беттегі Вен диаграммасын сызып, Шаруа мен байды салыстырып келесіңдер. Сабақ аяқталды, сау болыңдар.